Баршаңызға сәлем достар. Бүгін қызанақтан банка жабамыз, яғни қысқа дайындық. Рецепттерді описанияда қалдырамын. Ең алдымен таза буланған банкаға ақ желкен мен аскөк қосамыз, және сарымсақ қосамыз, және қарақат жапырақтарын қосамыз, қызыл бұрыш, шие жапырағы, жүзім жапырағы және лавр жапырағын қосамыз. Болгар бұрыштарын осылай кесіп саламыз. Және қара бұрыш қосамыз. Соңында қызанақтарымызды саламыз. Су қайнағанша беттерін жауып қоямыз. Міне бірінші қайнаған су құямыз. Бұл бірінші қайнатылған су. Қақпақтарын жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өткен соң бұл суды төгіп тастаймыз. Ол бізге керек емес. Бұл жай дезинфекция. Және екінші рет жаңа қайнатылған су құямыз. Тағы да қақпақтарын жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өткен соң бұл екінші рет қайнатылған суды тағы да қайнатамыз. Ол екінші суымыз қайнағанша банкаларға 2 қасық тұз бен 1 қасық шекер қосамыз. Содан соң міне жаңа қайнаған суымызды құямыз. Бір қасық уксус қосамыз, 70%. Және қақпақтарын жауып, қақпақтарының астын тексереміз. Енді банкалардың үстерін жауып 24 сағатқа қойып қоямыз. 24 сағат өтті. Енді банкаларды қараңғы жерде сақтаймыз. Қысқа қызанақтан банка дайын болды.